Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Алдымен менің арнама подписация жасап, қоңырша белгіні басып қойыңыздар достар. Менің видеомды жоғалтып алмас үшін. Достар, бүгін сіздермен осындай дәмді кепсе, яғни тауық қанаттарынан осындай дәмді кепсе жасайтын боламыз. Бізге осындай бөлінген тауық қанаттарын осылай бөліп, барлығын алдын ала дайындап алдым. Бізге рамьонның ачы бұрышы және де жарым мясом, яғни шашличный ачы приправа және тоз, қара бұрышқаны және мұздай су қажет болады. Алдымен осы приправамыз, яғни рамьонның ачы қызыл приправасын барлығын салып, оның үстінен шашличный, яғни шашликті маринаттайтын приправаны салып алатын боламыз. Соусын құямыз. Осы соусымызды құйып, оның үстінен тұзымызды саламыз және қара бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Міне біздің тұзымыз, менде арнайы осындай ыдыстарға салып қоямын, төгіліп шашылмас үшін. Осылай банкілерге салып қоямын. Осылай тұзымызды және де қара бұрышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығының грамм мөлшерлерін осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне қалдыратын болам. Міндетті түрде соған қарап жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады достар. Енді барлығын қолымызбен араластырып алып, жақсылап араластырамыз, барлық жеріне тигізіп, маринатымыз жақсылап маринаттағаннан соң, оның үстінен мұздай суымызды құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа, 4 сағатқа қалдырсаңыз, қанша көп тұрса сонша жақсы. Ол біздің мына чекендерімізге, яғни кексиларымызға осындай дәмі одан сайын сіңе беретін болады. Қанша көп тұрса сонша жақсы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай бетін жауып, жақсылап бір шайқап аласыздар. Шайқағаннан соң міне барлығы араласып, тоңазытқышқа енді салып қоятын боламыз. Енді міне тоңазытқыштан алдым мен, 2 сағаттан кейін алдым. Үйде балаларға жасап берейін деп, түскі асқа жасап берейін деп асығыстанып істеген едім. 2 сағаттан кейін міне маринадымыздан алып, суын сырғытып аламыз бірінші. Осылай сүзгі суын ағызатын затқа қойып, осылай сеткасы бар неге қойып, суын ағызып аласыздар. Барлығын алып болғаннан соң, енді тауық қанаттарын ұнға аунатып аламыз. Барлығын алып аламыз. Және енді осы тауық қанаттарын ұнға аунатып аламыз. Ұнға аунатқаннан соң тағы да сол суымызға салып, кейін жаймен ұнға араластыра отырып пісіре беретін боламыз. Майымызды өте қатты қызуға қоймаймыз, жартылай отқа қойып қыздыртатын боламыз. Осылай ұнға аунатып алып, барлығын ұнға аунатып дайындап алдық. Міне мен барлығын дайындап алдым. Енді осыларды суға тағы бір салып алып, оны ұнға қайта аунатып, табамызға салып пісіре береміз. Кемінде 10-15 минут уақытқа аунатып пісіреміз. Жан-жағы қызартып және күтірлік болып пісетін болады. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Егерде маринатым жоқ дейтін болсаңыздар, дәл осылай жасасаңыздар болады. Енді суынан сырғытып алған, тағы да суға бір батырып алғаннан соң ұнға аунатып, дәл осылай қызып тұрған майымызға, қатты қызған болмау керек, жартылай қыздырып қойған майға салып барлығын осылай аунатып пісіреміз. Міне көріп тұрғандарыңызда менің тауық қанаттарым өте керемет, выйдный болып, әрі күтірлік болып пісіп жатыр. Егерде менің видеом ұнаған болса достар, маған лайк басып және комментария жазып қойды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет болып шығатын осындай тауық қанаттарын сіздерге үйде жасап көруге кеңес беремін. Базардан арзымаған 3 түгін сатып алып, пәлен теңгеге сатып алғанша, одан да өздеріңіз
1 килограмм 2 килограмм алып келіп, соны үйде балаларыңызға свежий дайындап бергендеріңіз жақсы. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма подписация жасап, және видеомды жоғалтпас үшін тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Және де менің видеом сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, не болмаса ұнамаса дизлайк басып, және өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдырып кетіңіздер.